Қайырлы күн оқушылар, бүгін мен сіздермен 3-ші сыныптың 90-шы сабағын талдайтын боламын. Ең алдымен каналыма тіркеліп, мені қолдап, лайк басып кетіңіздер. Сол кезде сіздерге күнделікті салып отырған сабағым бірінші болып шығатын болады. Так, бірінші тапсырма: өзара байланысты 3 санды тап. Сонда сен жазушының аты жөнін, оның шығармасын және қандай жанр екенін білетін боласың. 63 мына жерде, иә. Мына жерде 9 пен 7. 9 бізде менің атым Қожа, 7 бізде повесть. Сонда біз 9-ға 7-ні көбейтсек 63 шығады екен. Сонда мына 9 пен, мына 7, мына 63. Яғни менің атым Қожа деген, менің атым Қожа, бұл повесть, және авторы кім? Соқпақбаев. деп жазамыз. Так, келесі ертегі, және мына кітап не? Бремен музыканттары ма? Иә. Бұл ағайынды Гриммдер. Неге? Өйткені 6 көбейту 5, бұл бізде 30-ға тең деген сөз. Ал келесі квартет 4. Мысал Крыловтікі. Яғни 4 көбейту 8, бұл бізде 32. Квартет деген шығарма, бұл мысал болып табылады, ол Крыловтікі деген сөз. Келесі теңдеуді шешіңдер дейді. Так, x бөлемін 75 бөлу 5, бұл бізде 15. Тең болады 60. X тең 60-ты көбейтемін 15-ке. X тең болады 6, 15, 30, 3, 90, 1, 0, 900. Тексерем. 900 бөлемін 75 бөлемін 5 тең 60. 60 тең 60. Келесі 15-ке 3-ті көбейтем 45 бөлемін x тең 9. X-ті табу үшін 45-ті 9-ға бөлем. X тең 5. Тексеремін. 15 көбейтемін 3 бөлемін 5 тең 9. 9 тең 9. Келесі k плюс мына екеуін бөлемін 30 тең 500. K тең 500 азайтам 30. K тең 470. Тексеремін. Тексергенде k-ның орнына жаңа шыққан санды қоямын. Сонда 470 қосамын 120 бөлемін 4 тең 500. 500 тең 500. Келесі кесте бойынша өрнектер құр, жаз. Олардың мәнін тап. Қосылғыш 301 көбейту 2, қосылғыш 230, қосындының мәні. Так, 301 көбейтемін 2, қосамын 230. 602 қосамын 230. 732. Мына жерде жауап 732. Келесі 35 көбейтемін 0, қосамын 404 бөлемін 4-ке. 0 болады, мынау 101. Жауабы 101. Мынау 101. Так, 960 қосамын 560 бөлемін 80. 960 қосамын мынаның мәні 7. 967. Мына жерде 967 болады. Так, 75 бөлемін 1, қосамын 75 бөлемін 3. 75 бөлу 1, 75, 75 бөлу 3, 25. Так, екеуін қоссақ 100. Мына жерде жауап 100 болады. Келесі азайғыштар. 740-тан азайтамын мына екеуін. 78 бөлем 39. 740-тан азайтамын. Мына өрнекті орындасақ 2 болады. 738.
2 көбейтем 402 азайтамын 201. 2-ке 402-ні көтсем 804 азайтамын 201 603. 900 бөлемін 3 азайтам 5 көбейтем 11. 300 болады. 5 11 55. 245 болады. 245. Так, 23 көбейтемін 1 азайтамын 98 бөлем 98. 23-тен азайтам 1-ді 22. Келесі теңдеулерді шеш дейді. Так, а бөлу 15 деп жазып қоям. Тең 54 бөлем 6 үшім 18. А бөлу 15 деп жазып қоямын. Мынау жерде бізде жауабы 3 болады. 54-ті 18-ге бөлсек 3. Аны табу үшін 3-ті 15-ге көбейтеміз. А бізде 45 болады. Тексерем. 45 бөлем 15 тең 54 бөлем 6 көбейту 3. Мына жақта мәні бізде 3 болады. Мына жақта да 3 болады. Так, келесі 55 көбейтемін x тең болады 820 жазып қоямын да, мында қарама-қарсы таңбамен келеді. 710 болып. 55 көбейтемін x азайтсам 110 шығады. Солай ма? Так, x-ті табу үшін 110-ды бөлем 55-ке. X тең 2 ма? 2 болады. Енді тексереміз. 55 көбейту 2. Так. Қосам. 710 тең 820. 820 тең 820. Так, кеттік. Үшіншісі 300 азайту x деп жазып қоямын. 42-ні 2-ке көбейтем 84. Оған 50-ді қосам. 300 азайту x деп жазып қоям. 2-ін қоссам 134. X-ті табу үшін 300-ден 134-ті азайтам. Сонда x тең 166. Тексерем. 300 азайтам 166 тең 42 көбейтем 2 қосам 50. Так, бұл бізде 134 тең 134 болады. Келесі. Көбейтіндіні көбейткіштердің квадраттарына немесе кубына ауыстыр. Өрнектердің мәнін есепте. Аха. Так, бұл жерде 7 көбейту 7, бұл 7-нің квадраты деген сөз. Бұның мәні 49. 8 көбейту 8 деген бұл 8-дің квадраты деген сөз. Мәні 64. 2-нің 3 рет көбейткен бұл 2-нің кубы деп аталады. Мәні 8. Мынау 4-ті 2 рет жазып қойған 4-тің квадраты болады. Мәні 16. Мынау 3-ті 3 рет жазып қойған 3-тің кубы болады. Мәні 27. Мынау 9-дың квадраты болады. Мәні 81. Бөлінгіш 56. Бөлігіш 6. 59 бөлігіш 6. 59 бөлу 6. Бұл бізде 9-дан келеді. 6 9 54 қой. Сонда 5 қалдық. Сонда мен қалай жазам? Мәні 9, 5 қалдық. Келесі 23 бөлемін 4. 5-тен келеді. 5 4-ім 20, азайтып жасасам 3 қалдық қалады. Сонда 5, 3 қалдық. 47 бөлемін 5. 9-дан келеді. 9 5-ім 45, азайтсам 2 қалдық қалады. Сонда 9, 2 қалдық. Так, 70 бөлемін 9, 7-ден келеді. 9 7-ім 63, азайтсам 7 қалдық. Сонда 7, мынау да 7. Так, 30 бөлемін 4. 7-ден келеді. 28 болады, 2 қалдық. 7, 2 қалдық. 5-ті 8-ге бөлсем 0,
8 қалдық. 0, 8 қалдық. Так, 7-ші есеп. Есепті теңдеудің көмегімен шығарыңдар. Кітаптың 6 бет, 60 беті бар. Оқушы бірнеше бетін оқығаннан кейін оқылмаған 15 бет қалды. Оқушы кітаптың неше бетін оқыды? Так, былай баста. Оқушы X бет оқыды дейік та. Онда теңдеу құрастырамын дейді. Мәтін болды 60, оқыды X, қалды 60, азайту X дейді. Енді осыған теңдеу құрастырайық. Кітаптың 60 беті бар. Оқушы бірнеше кітапты оқығаннан кейін оқылмаған неше бет қалды? 15 бет қалды. Сонда оқушы кітаптың неше бетін оқыған? X-ті табу үшін 60-тан 15-ті азайтам. X тең сонда бізде 45 болады. Сонда оқушы неше бетін оқыды? Кітап оқушы 45 бет оқыды. Так, келесі. Оқу залында 17 оқушы бар. Тағы бірнеше оқушы келгеннен кейін барлығы 30 оқушы болды. Оқу залына неше оқушы келді? Баста 17 оқушы болды, я. Тағы бірнеше оқушы келді, яғни X деп белгілейміз оны. Содан кейін 31 болды. Енді осы жерде X табу үшін 31-ден 17-ні азайтып тастаймын. Сонда X тең болады 14. Сонда 14 оқушы келді. Оқушы келді деп белгілейміз. Кеттік 8-ші есеп. Тура теңдігі шығу үшін қажетті жеріне арифметикалық амалдарды қолдан. Так, мына жерді көбейтсек 3, 4, 12, оған 5-ті қоссақ 17 шығады. Келесі. Мына екеуін қоссақ 9, 9-ы 8-ді қоссақ 17 шығады. Келесі. Мына 20-ны 5-ке бөлсек 4 болады. Оны 6-ға көбейтсек 24 болады. Так, екеуін қоссақ 15 болады. 4-ті азайтсақ 11 болады. 18, 6, 2. Так, 18-ді 6-ға бөлсек 3 болады. Оған 2-ні қоссақ 5 болады. Так, 5-ке 8-ді қоссақ 13, 14-ке көбейтсек 52 болады. Так, мына екеуін көбейтсек 21, 30-дан азайтып тастасақ 9 болады. 14-ті 7-ге бөлсек 2, 2-ні қоссақ 4, немесе көбейтсек те болады, қоссақ та болады. Так, 2, 9, 3. 2-ні 9-ға көбейтсек 18, 3-ті бөлсек, жоқ. 2-ні 9-ға қоссақ 11, 11-ден 3-ті азайтып тастасақ 8 болады. Так, осымен біздің 3-ші сыныбымыздың тақырыптары аяқталды. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сабақтар аяқталды, есептері.